Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Арайлым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді картоптан жасалынатын, тез дайын болатын тіскебасарлар әзірлейміз. Ол үшін ең алдымен картоптарымызды жуып, тазалап, ұсақтап турап алатын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп, майдалап, ұсақтап турап аламыз. Ұсақтап туралған картоптарымызды ыдысымызға салып, үстінен шамалы көтеріліп тұратындай су құйып, бетін жауып, пісіріп алатын боламыз. Әзірге картоптарымыз дайын болғанша, осылай аскөктерімізді майдалап турап алдым. Аскөктерімізді әзірге шетке қойып қоямыз. Бір ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, үстінен шамалы тұз, қара бұрыш және паприка қостым. Қалауыңызша басқа дәмдеуіштерді қосуға болады. Осылардың барлығын жақсылап араластырып, әзірге шетке қойып қоямыз. Енді біздің осы арада картоптарымыз пісіп дайын болды. Картоптар өте жұмсақ болды. Осылай барлығын шаңышқаның көмегімен майдалап, езіп, пюре сияқты қылып жасап аламыз. Үстінен шамалы тұзымызды себеміз және қара бұрыш, қызыл тәтті бұрышын, паприкамызды себеміз. Және алдын ала туралған аскөктеріміздің жартысын салып, үстінен 2 ас қасық жүгері крахмалын салатын боламыз, немесе ұн салсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай бір келкі әдемі масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Енді бір ыдысымызға нан үгінділерін, яғни панировочный сухариді салып, үстінен бағана жарты қалған аскөктерімізді салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді езіп дайындап қойған картоптарымызды алып, осылай тақтайдың үстіне салып, өзіңізге ұнайтын қалаған пішін жасасаңыз болады. Мен осылай 3 бұрышты пішінді жасауға тырыстым. Өзіңізге ұнайтын пішін жасап болғаннан кейін, осылай шамамен қатты емес, қатты жұқа емес, қатты қалың емес қалыңдықта барлығын кесіп шығатын боламыз. Картоптарыңыздың формасы өзгеріп кетсе, осылай пышақпен шамалы түсеп қойсаңыз болады. Енді қызып тұрған табамызға майымызды құйып, қыздырып алатын боламыз. Әзірге майымыз қызғанша, картоптарымызды жұмыртқадан дайындалған клярға салып, үстінен панировочный сухариға аунатып алатын боламыз. Барлығын осылай дайындап қоямыз. Енді қызып тұрған майда картоптарымызды екі бетінен қызарғанша қуырып алатын боламыз. Біздің картоптарымыз осылай әдемі болып қуырылып шықты. Қалған картоптарымызды да дәл солай қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сырты қытырлақ, іші жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Менің каналымнан басқа да қызықты рецептерді таба аласыздар. Каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет, сіздермен болған Арайлым.